Екінші аудио. Латын әліпбиі. Латын әліпбиінің Батыс Еуропа халық жазуының қалыптасуына зор ықпалы болды. Қазіргі кезде латын графикасына негізделген 70-тен аса әліпби нұсқасы бар. Оның ішінде 30-дан аса еуропалық, 20-дай азиялық, 20-дан аса африкалық мемлекет осы жазу үлгісін қолданады. Жалпы алғанда, Европаның 80% халқы латын графикасын қолданады. Қазіргі латын әліпбиінде 26 әріп бар. Алайда ол әріптер басқа тілдердің фонетикалық жүйесін дәл бере алмайтындықтан және тілдегі дыбыстары әліпбидегі әріптерден әлдеқайда көп болу себебінен қосымша таңбалар қолданылады.